Баршаңызға сәлем. Бүгін зебра пирогының ең дәмді және ең сәтті шығатын рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауқаны басуды ұмытпаңыздар. Алдымен 4 жұмыртқамызды салып алып, оның үстіне шекерімізді салып, миксердің көмегімен шекеріміз ерігенше, аппақ болып көтерілгенше миксерлеп аламыз. Массамыз осындай аппақ болып көтеріледі. Бізге енді миксердің қажеті жоқ. Массамызға сүтімізді және сұйық майымызды құйып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Елікке ұнымызды салып, оның үстіне разрыхителімізді салып, барлығын өткізіп аламыз. Венчикпен массамыздың ішінде түйіршік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Мінекей біздің массамыз осындай сұйықтықта болады. Оны екі ыдысқа теңдей көз мөлшерімен бөліп құйып алдым. Бір бөлігіне електен 2 ас қасық какаомызды өткізіп аламыз, және екінші бөлігіне 2 ас қасық ұн саламыз. Не үшін ұн саламыз десеңіздер, бір бөлігіне какао салынғандықтан ол массамыз біздің қоюырақ болады. Сондықтан екінші массамыз сұйық болмас үшін ұн саламыз. Форманың ішін майлап алдым. Сіздер пергамент қағазын төсесеңіздер болады. Енді массамызды алдымен 3 ас қасықтан құямыз, кейін 2 ас қасықтан, одан кейін 1 ас қасықтан видеода көрсетілгендей етіп барлығын құйып шығамыз. Шпажкамен сыртынан ішіне қарай 4 шетінен сызып шықтым. Енді ішінен сыртына қарай осылай 4 жағынан сызып шығамыз. Сол кезде бізде әдемі узор пайда болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Үстіне шоколадный ганаш немесе сахарный пудра сепсеңіздер болады. Сіздерге арасын кесіп көрсетейін. Өте дәмді, жұмсақ және әдемі ол шықты. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп алыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салима.